игерүү нәтижесінде террорлық қауіп төнгенде немесе террорлық акт жасалғанда атқарылатын негізгі әрекеттерді білетін боласыңдар. Террорлық қауіптің әртүрлі деңгейінде тұрғындардың әрекет ету ережелеріне талдау жасайсыңдар. Террорлық ықпалға қарсы тұру құралдарын талқылайсыңдар. Қазақстан аумағында террорлық қауіптіліктің 3 деңгейі бекітілген. Бір қалыпты сары, жоғары қызғылт сары, шекті қызыл. Мына бейнебаянмен танысамыз. Әр мемлекетте террорлық қауіптің өзіндік деңгейі орнатылады. Қазақстанда 3 деңгей бекітілген. Бір қалыпта терроризм актісі жасалуының нақты мүмкіндігі туралы растауды талап ететін ақпарат болған кезде. Жоғары терроризм актісі жасалуының нақты мүмкіндігі туралы расталған ақпарат болған кезде. Шекті жасалған терроризм актісі туралы ақпарат, сонымен қатар терроризм актісін қайталап жасау немесе террористік тұрғыдан осал объектілерге бір мезгілде террористік шабуылдар жасау мүмкіндігі туралы расталған ақпарат болған кезде белгіленуі мүмкін. Жарылғыш құрылғылардың белгілері. Оған антенна, сағат тетігінің дыбысы, сыртқа шығып тұрған әртүрлі сымдар, батареялар, оқшаулағыш таспа және иесі жоқ заттар жатады. Жарылғыш құрылғылар орнатылуы мүмкін орындар. Оған қоғамдық орындар, базарлар, қоғамдық көлік аялдамалары, дүкендер, сауда және ойын-сауық орталықтары, алаңдар, саябақтар, көлік құралдары. Қандай да болса оқиға орын алған жағдайда дүрбелеңге бой алдырмаңыз. Егер сіз көлікте, көшеде, аялдамада, пәтерде, басқа қоғамдық орында белгісіз, иесіз, сезікті зат, қорап немесе сөмке, портфель тауып алсаңыз, оған тиіспеңіз, ұстамаңыз, ашпаңыз, қасына жақындамаңыз, жылжытпаңыз. Оның жанында ұялы телефон, рация қолданбаңыз, от жақпаңыз, сезікті затқа сұйықтық құймаңыз, ұнтақ төкпеңіз. Сезікті затты мүмкін болса қошаңыз. Зат табылған уақытты еске сақтаңыз. Полицияға 102 телефонына хабарласыңыз. Балалар, қасыңыздағы жасы үлкен адамға, ата-анаңа, мұғалімге, полиция қызметкерлеріне хабарласыңыз. Жедел қызметтердің телефон нөмірлеріне есте сақтаңыз. Бірыңғай кезекші диспетчерлік қызметі 112, полиция 102, терроризмге қарсы қауіп желі 110, жедел медициналық жәрдем 103. Адамдар көп жиналатын орындағы жүріп тұру мінез құлқы. Жиын топтан аулақ жүріңіз, жалғыз жүруге тырысыңыз. Ілініп немесе тұншығып қалмау үшін мойындағы галстукты, шарфты, орамалды және тағы басқаны шешіңіз. Керегі жоқ заттарды тастаңыз. Шынтақтарыңызды бүгіп, қолдарыңызды денеге қысып ұстаңыз. Киіміңіздің барлық түймелерін салыңыз. Жиын топқа қарсы жүгірмеңіз. Құлап қалсаңыз тез арада тұруға тырысыңыз. Адамдарды кепілге алған жағдайда дүрбелеңге бой алдырмаңыз, айғайламаңыз, ашуланбаңыз, барынша сабырлық танытыңыз. Өзіңіз келіссөз жүргізбеңіз, қылмыскерлерге өшпенділік танытпаңыз. Қастарыңыздағы адамдарға көмек көрсетіңіз. Мүмкін болған жағдайда полицияға хабарласыңыз. Толық сеніміңіз болмаса, қашуға тырыспаңыз. Есте сақтаңыз, сізді міндетті түрде құтқарады. Арнайы операция басталған жағдайда бетіңізді төмен қаратып, еденге жатыңыз. Қолдарыңызды желкеңізге салыңыз. Арнайы жасақ, яғни спецназ қызметкерлеріне қарсы жүгірмеңіз. Терезелерге, есіктерге жақындамаңыз. Қылмыскерлердің қаруын қолыңызға алмаңыз.